Қайырлы күн достар, сіздермен Айнамгүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай трубочка пісіретін боламыз. Балаларға қыста мороженыйның орнына берсеңіздер де болады. Столға қойғанда да әдемі болып тұрады. Ол үшін бізге су, жұмыртқа, тұз және уксус керек. Соларды араластырамыз. Ситадан өткізілген ұнға сары майды салып біріктіреміз. Масымызды құямыз да қамыр жасайтын боламыз. Қамыр дайын болғаннан кейін ұнға аунатып, басып, төртбұрыштілеп, салафанға салып, тоңазытқышқа 2 сағатқа қойып қоямыз. 2 сағаттан кейін аламыз да төртбұрышты етіп жаюға тырысамыз, достар. Сосын үстіне ұнды басында көбірек себуге болады, соңына қарай көп сеппеген жақсы болады. Менде төртбұрышты болмай қалды. Енді жан-жақтарын тегістеп кесемде артық қамырды жетпей тұрған жерлеріне жеткіземін. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Біріктірген жерлерін оқтаумен басып жібереміз. 2,5 сантиметрдей осылай көзбен белгілеп алдым. Соны тегістеп кесіп шығамыз бәрін. Осындай форманы пайдаланамыз. Болмаса фольгадан жасап алсаңыздар да болады. Қамырымызды соның үстіне орап шығамыз. Дәл солай тағы да сөйтіп, барлығын сөйтіп орап шығамыз. Жұмыртқаға 1 қасық су құйып, араластырып, үстіне жағамын. Күнжіт сеуіп шықтым, сеппесеңіздер де болады. Осыны 180 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. 20 дана шықты. Енді креміне салқын сливки керек болады. Миксермен орташа жылдамдықта араластырамыз. Сосын достар, сахарный пудра саламыз. Оны басында салыңыздар. Мен соңына қарай салдым. Кондитерлік қапқа салып аламыз. Енді осының барлығын ішіне құйып шығамыз. Жасалу жолы да өте оңай. Құрамдары да қолжетімді, достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дайын болды. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, достар. Жасап жатсаңыздар ас болсын.